Сендерге бұл ойын ұнай ма? Хан Талапай ойыны ол қазақ ұлттарының дәстүрлі ойындарының бірі болып саналады, балалар? Ал енді сендерге Хан Талапай ойынның ережесін түсіндіріп кетейін. Қазір алдыларыңа менің дорбамдағы асықтарды шашамын. Сендер осы асықтарды таласып жинап алу керексіңдер қолдарыңа, жарай ма? Бұл асықтардың ішінде бір қызыл асық бар. Қызыл асық кімге түседі? Сол хан болады. Қызыл асық дегеніміз ол хан асығы деп аталады. Жарай ма, балалар? Дайынсыңдар ма? Ал кеттік, ойнаймыз. Қане жинап аламыз, балалар? Тағы да асықтар бар. Жинаймыз. Ал жарайсыңдар, балалар. Алайсыңдаршы, балалар, кімге хан асығы түсті? Қайсы көрсетші, қанеке? Мені жарайсыңдар, тұра ғой. Демек, бізде Ерали хан болып саналады, балалар? Жарайсыңдар, отыра ғой. Балалар, енді ойынымызды бастайық. Ойын бастамас бұрын қолдарындағы асықтардан сақ атандап аламыз өзімізге. Жарай ма? Қалған асықтарды тізіп қоямыз. Бес асық. Сенші? Үш асық. Сен қанша асық ұттың? Екі асық ұттың. Сенші қанша асық ұттың? Төрт асық ұттың. Сенші, Ерали, қанша асық ұттың? Төрт асық ұттың. Сенші? Бес асық ұттың. Жарайсыңдар, балалар. Хан Талапай ойыны қызық болды ма? Тағы ойнайықшы. Әрине, тағы да ойнаймыз, балалар. Балалар, бүгінгі Хан Талапай ойынымыз сендерге қызықты болды ма? Ал қанески, бүгін қызыл асық дегеніміз қалай аталады? Хан асығы деп аталады. Дұрыс, балалар. Хан асығы бүгінгі ойында кімге түсті? Ералиге түсті, Ал енді Хан Талапай ойынын бастамас тұрын біз не таңдап аламыз? Сақа таңдап аламыз. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Мен сақа таңдап қойдым. Жарайсыңдар.